Ақтарыңызға сәлем достар. Бүгін бізде жаңадан рубрика. Яғни бүгін біз мен сіздерге өзімнің егер де бір жаққа баратын болсам, қалай барамын, қалай дайындаламын, соның бәрін көрсетемін, және де осындай әшекей бұйымдарды да тағып, өзімнің қалай сәнденетінімді сіздерге көрсететін боламын. Ал бізде біз әшекей бұйымдар тағып аламыз. Яғни бізде осындай алқа деп оқымын, бұл браслет. Өйткені менде алқа бисерден ол сияқты тұр. Браслетті біз қазір бүйтіп аламыз да. Вот ұзын осы. Так, короче, бұны істейміз, қазір көрсетемін. Короче, достар, бізде ода проблема болып қалды, и біз оны потом тағатын боламыз, яғни либо тақпаймыз, короче, күрештамыз. Бізде потом осындай бір сырғашқа бар. Ол сырғашқаны мен қазір сіздерге көрсетемін. Бірінші аны екеуінен шығарып алайын. Кстати, бұның бәрі бижутерия. Алтын деп оқымандыр. Достар, біз қазір бірінші әшекейлерді тақпаймыз. Өйткені біз қазір лак жағамыз, соны істеген кезде қолымыз білініп қалуы мүмкін. Сол себепті, яғни жаңағы біздің әшекей бұйымдарымызға тиіп кетуі мүмкін. Сол себепті біз әзірге оларды тақпаймыз. Ал қазір біз ақтанғаным емес, кола жеп отырмын. Бізде қазір осындай тырнақты егеміз. Осындай машина бар, осындай тоққа қосасың, сосын ол тоққа қосылғаннан кейін қолын бүйтіп қойып қоясың, сосын кебеді, сөйтесің. Ал бізде осындай қолға жағатын кезде Avon, жодебі Avon'ды қолданамыз қазір біріншіден. Ал сосын біз өзімізге бір лактың бір цветін таңдап алатын боламыз. Және де мен камерама өзімнің телефоныма, яғни сендегі түсіріп отқан телефоныма нормально бір орын таппай жатырмын, сол себепті бүйтіп қоямын. Яғни біз қазір бірінші, айтып өткенде жаңағыдай бірінші осыны жағамыз, сосын Avon'ды жағамыз, сосын өзімізге лак таңдаймыз. Например, ақ түсті таңдайтын болсақ, City Color. Мен ағылшынша сөйтіп оқимын, короче, тілім байланып кетеді ғой. City Color, Коди. Бәрін сөйтіп оқимын, иман бермейді. Тем более бізде бұл заттың бәрі бізде қақта бар десеңдер, мен мамам баяғыда маникюршницай болып істеген. Короче, мен мұндай дұрыс айта алмаймын, так что ренжімейді. Потому что бізде бар бетіне. Короче, жас кезінде істеген осы заттар әлі бар. Бірақ та оны біздің тәтеге берген, тәте маған қаттан берді. Сосын осындай лак. Коди. Тағы да Кодидің лағынан мынандай тұр. Короче, бұлар пока что кеттік істейміз, короче. Мен қолым арандыра. Дағы ол маникюрстарға істеуге әп-әдемі тұр екен. Бірінші біз қазір мынаны қолымызды қалай еді мынау? Короче, бір нәрсе істейміз мынамен. Уже қолымды мынандай мен істеп жатырмын. Именно осы тырнағымды әдемілеп істедім, потому что қазір әдемі болып тұрсын деп. Мен тырнағымды уже алдында тастағам, сосын так что мен тырнағым қысқа болса ренжімеңдер. Біз бірінші мына бір лакты жағамыз, который 1989 жылдан бері жүрген лакты жағамыз. Десем айтам. Короче, мына бір лак тастай болып қалған ғой. Пайдаланбағанымызға көп болды. Бұл қараңдар қазір. Бесцветный ғой, қазір бірінші осыны жағамыз, сосын сыртынан өзімізге қойдың жағамыз. Мен андай тиктоктан көп осындай бір заттарды көремін да. Типа, бүйтіп қолына жағады, бір бесцветный цвет жағады, сосын бүйтіп нәбіреуді қойып қояды, сосын бүйтіп қойғанда, соны бүйтіп қояды, бүйтіп үстіне жағады, сосын бесцветный лакты, сосын кептіреді, сол кезде қатып қалады ғой, прям салфетка бүйтіп істесең де дым айыспайды ғой, ше. Сондай қысып көрейін деп жатырмын мен. Және де достар, осы заттар менің видео түсіруге қажетті заттарым болды.
бірінші бізде осындай лактар әртүрлі түспен мінекей. Вот осындай ақ краскамен, осындай золотистый, бесцветный краска, вот фиолетовый, және де розовый, вот осындай цветтер бар, және де бізге осындай прелест лак для волос осыны пайдаландық, және де осындай Avon. Бұл Avon'ды біз не істедік? Біздің қолымыздағы микробтарды және де біздің қолымызды тазалау үшін арналған Avon'ды біздің тырнаққа бір нәрсе жақпай тұрып жағатын Avon'ымыз. Және де бізге жаңағы мына лактарды боялайтын бізге осындай, яғни кептіретін осындай осы затпен кептіреміз. Бұда 30S және де 60S осындай заттар бар. 30S қолыңды кішкене кептіреді, ал 60S'ке алатын болсақ, біздің қолымыз даже күйіп кетуге мүмкін. Абайлау керек. Және де осындай BB крем, тоналка, яғни сосын подводка, потом тень, потом помадка, потом тушь, потом қас бояйтын. Және де айтқандай Avon тұр екен. Осы заттар менің бүгінгі видео түсіруге қажетті болған заттарым. Осы видеоға лайк басып, мен осы каналыма тіркеліп кетіңдер. Мен пока что мынаны жаға беремін. Жақты жылтырлап тұрған деп ойлаймын. Пока что біз әлі кептірмейміз. Қазір кептірейін деятын, то есть вот тырнақтарымды істесем, короче, қолыма мендер кітайыздың қол осындай болмай ма біреуде? Тем более кітайыз дегенде мен жасым 10-да. Осы өмірде 10 жыл өмір сүргем, так что не бесите меня, дейсің ғой, короче. Қазір мен біреуді тоққа қосам қазір. Вот, есікті ашып қойдым. О, мой куч. Короче, кептірейін деятым. Кстати, достар, бұны кептірген кезде қолымызды байқап ұстауымыз керек біз. Тіпті ол біздің қолымызды күйдіріп жіберуі мүмкін. Так что мен жаңа қолым күйдіріп жаздадым. Яғни күртесіне. Мен күртеше неге көйлектің астынан шалбар киесің десеңдер. Неге мен шалбар киемін? Тем более мен көйлекті зорға киемін. Ұнамайды маған көйлек. Уже 3 саусағым нестерін кептіріп ватырмын. Короче, мен неге везде түсірем ғой, сол кезде мен көп андай сөздерді өздерін көріп тұрғандарындай, всем привет, достар, барлықтарына сәлем, де ватырмын деген сөздерді мен көп қолданамын, потому что оның себебін сіздер уже білет деп ойлаймын. Мені маған сол сөздер ұнайды. Тем более. Көріп тұрған жасында мен бетім фиолетовый болып отыр. Бұда қатта 30S және 60S тұр. Түсініпсің? 30S, короче, көріп тұрған, білмеймін, короче, сондай болып тұр. 30S и 60S сол. Біз қазір 60S-қа қоятын болсақ, қазір біздің қолымыз кетеді, вроде бы. Сол себепті біз қазір 30S-қа қоямыз. Мынаның жандарында тиюге болмайды, потому что қазір қолым істеп кетеді. Ыстық болып кетеді, короче. Қолымыз жылтырдап бар. Мен осы жылтырлап жатыр деген сіздерді біртүрлі айта алмаймын ше. Қазір мынаны тоқтатып суыра жіберейік. Вот, енді біз қазір мынаның үстіне бір нәрсе жағам ба, жақпайым ба деп ойланып жатырмын бар ғой. Ертең тем более сабақ. Ақ түс жаққым келеді, бірақ жағуға болмайды. Қараңдар, жаным. Ақ түс күшті ше. Тем более ақ түсті болмайды. Нұрлан ағай бар да біздің мектепте, сол Нұрлан ағай. Кім жоқ, кім бар, соны тексеруге келген кезде классқа тұрып. Мойнымдағы мен шешпеймін ғой. Суға түскенде де соны бір қызға ұрыспеді оғанда. Именно мен осы бір штукактың бір магазиннен алған 500 теңгеге.
солай күшті исай. Осы лакпен мен анау шай каникулда жаздам бояп тастағам. Мен мынаны жағам ба жақпаймын деп ойлап жаққым келеді. Достар, мен істейсін қараңдар. Ей, мынаны көлемнен мән істейсін. Достар, мен болдым. Дейсің ба? Тырнағымның боянам. Соның бәрін видеоның соңында результатын көресіздер. Мен уже тырнағым болғаннан кейін болғанның арқасында сырғамды тағып оламын. Менде 2 сырға бар, бірақ мен өзім сырғам тағып кетті. Уже осы сырғаны тақпайтын болдым. Осы сырғаны тағатын болдым. Вот. И вот. Қазір мен боянамын, оның бәрін бөлек көрсететін боламын. Дәл жаңағыда айтқанымдай, жаңағы осы видеоға, яғни барлық видеоға лайк басып кетіңдерші. Маған сендердің қолдаулар өте ауыдай қажет. Потом мен сендерге өте қызықты видео түсіріп беріп, күнде видео бір күн сайын шығып отыратын болады. Неге бір күнде бір-ақ видео саласың, неге 2 видео салмайтын десеңіздер, өйткені YouTube бір күнде бір-ақ видеоны қабылдайды. Бір күнде 3, 4, 2 либо сондай видеолар салып кететін болсан, YouTubeға немесе YouTubeға загрузка түседі, сосын аккаунтың заблокировать етсе мүмкін, либо немесе аккаунтыңа бам дегенде заблокировать дегеннің бір түрі ғой. Аккаунтыңа жауабы беру мүмкін. Яғни сенде 3 жауабы болса, сол 3 жауабының 3 жауабысы да толып кетсе, значит сен болды, ақша таба алмайсың YouTube'дан. Сол себепті бір күнде бірақ видео салуға тырысып жүрмін. Мен де видео салғым келеді, бірақ мен так идея таппайтын. Сол себепті маған идея жазып кетіңдерші.